Сәлем достар, бүгін сіздермен фупупай сан тортын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттер салатын боламын. Ал енді қажетті заттарымыз бізде. Мөлшерін бәрін описание бөліміне қалдырамын, сол жерден қарайсыздар. Шоколадымызға сармаймыз салып, микроволновкаға ертуге жібереміз. Сонан соң құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Яғни ұнымызға разрыхлительді какаоны салып араластырамыз. Сонан соң қантымыз бен жұмыртқамызды миксердің жай жылдамдығынан бастап бірте-бірте қоса отырып, аппақ масса болғанша, яғни біздің көлемі 2 есе 3 есе көбейгенше миксерімізді тоқтатпай осылай миксерлейтін боламыз. Миксерімізді өшірмеуіміз керек, тоқтатпай, бірте-бірте жылдамдығын қоса отырып, осылай массамыз біздің көбейіп шығады. Және де осындай аппақ массаға айналады. Дайын болды біздің массамыз. 3 есе ұлғайды. Енді ертілген жаңағы шоколадымыз бен сармаймыз жақсылап араластырып жіберіп, тағы да миксерлейміз. Біркелкі болғанша. Ал енді ұнымызды електен өткізіп, массамызға саламыз. Міндетті түрде өткізіңіздер електен, себебі түбінде түйіршіктер қалып қояды. Бізде де түйіршіктер қалып жатыр. Сондықтан міндетті түрде електен өткізіп қосыңыздар. Ал енді миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ешқандай ұнның түйіршіктері қалмауы керек. Осындай қоймалжың қамыр шығады бізде. Ал міне біздің масса дайын. Ал енді цифрларымызды пісіреміз. Астыңғы бөлігіне біздің цифрымызды қойып аламыз да, пергаменттің астына қойып алып, осылай бірінші формасына қойып алып, қағаздың көлемінде жайып шығамыз. Енді осындай 60 цифрымызды пісіреміз қазір. 4 корж 6-дан 0-ден 4 корж піседі. Сонда бізде 8 корж пісіреміз. Яғни біздің тортымыз 4 слой болады. Осылай шетіне дейін жеткізіп, осылай орналастырып шығамыз да, 180-200 градуста пісіреміз. Алтыдан осылай дайындап аламыз. Сонан соң 0-ымызды осылай жайғастырып аламыз қамырымызды. Осылай дайындап болғаннан кейін пісіріп аламыз да, крем дайындауға кірісеміз. Біздің салқын творожный сырымызға сахарный пудрамызды салып, ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп, біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің сахарный пудрамыз творожный сырды ертеді, содан біркелкі масса шығады. Бірден қатты араластырмаңыздар, себебі жан-жаққа шашырап кетуі мүмкін. Сондықтан жай араластырып, міне осындай бізде біркелкі масса шығу керек. Дайын міне. Ал
енді біздің салқын болып тұрған сливкемізді өлшеп құямыз. Сіздерге мөлшерін бәрін описание бөліміне қалдырамын. Жай жылдамдықтан бірте-бірте қоса отырып миксерлейміз. Бірден қатты жылдамдықпен миксерлемеңіздер. Жай жылдамдықтан бастаңыздар. Бірте-бірте өзі қоюлана, осындай іздер пайда бола бастайды. Біздің креміміз дайын бола бастады деген сөз. Міне креміміз дайын. Ал енді Фупупай насадкаге, яғни целлофан мешок, кондитерлік дүкенде сатылатын осылай шариктер дайындап аламыз. Сосын арасына кремдерімізді салып шығып, осылай жайып шығамыз. Осылай үстіне қойып, корждарды қойып 4 слойында орналастырып шығамыз. Сіздерге бұл жерде шарик шығарудың 2 түрі көрсетілген. Осылай жасасаңыздар болады. Шетіне міндетті түрде әдемілеп шарик шығаруға тырысыңыздар. Торттарыңыз біркелкі әдемі болып шығады. Осылай корждарды бір-біріне үстіне орналастырып, осылай гүл жасап шықтым мен. Сіздерде өз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Және де қалауларыңыз бойынша жемістермен, шоколадтармен, печеньелермен осылай оформление жасасаңыздар болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.